уақытта шаш жабысыңқырап тұрады. Біріне бір жабысып, мына шолқының бәрі жабысып түйіп тұрады. Содан кейін енді жуып сүртіп алғаннан кейін аздап қана кептіре салдым да қайтадан соны жуайын деп отырған кезімде жаңағы неберем қуанып кетіп осы бұрышта отырғам. Алдыма сотқа тастай салғанда мен таңғалып қалдым да айтып сол бетінде видеоға түсіп кеттім. Енді сол жөнінде жазған екен. Сонда менің өзімнің шаш күтімім осы қадырға дейін ерекше. Біреу бояйсыз ба, сызасыз ба, ұзасыз ба деп жазып жатады. Оның барлығында бояймыз ба, ол мүлде аппақ болып тұрған шаш біз ол ақты да алмайды да, мына жерді алмайды, ол мына жер бәрібір көрініп тұрады мысалы үшін. Ал оны реттеп отыру, қоңыр шаш болса қайтадан қоңырменен бір 2-3 айда, 1-2 айда өңдеп қоюды мен оны арта нәрсе деп ойламаймын. Ондай сұрақ қоятын адамдар, олар өздерін күтпейтін адамдар. Біреуді күткенде таңғалып жатады, жүреді дағы, тіпті сол адамның бір күн күтілмей қалғаны көрсе соған күле қалатын адамдар бар. Сондықтан айтарым,